5-ші мегаполис көшелерінде тіл туралы заңды белшеден басып, алаба жақ, шала сауат тақтайшалар рет қойған кәсіпкерлік нысандарды жиі кездестіреміз. Мысалы, мынау қаламыздағы нөмірі 13-ші емхана, мемлекеттік мекемеде кеткен қателік. Тіл туралы заңның 21-ші бабына сәйкес көрнекі ақпараттың барлық мәтіні мемлекеттік тілде, сол жағына немесе жоғарғы жағына, орыс тілінде оң жағына немесе төменгі жағына орналастырылып, бірдей өлшемдегі әріптермен жазылуы керек. Ал екінші бір нысанды қараңыз. Орысшадан тікелей аударыла салған. Орыс тіліндегі домашний текстиль сөзі қазақша үй тоқыма деп аударылған. Мұндай қателіктер көбіне калька түрінде, яғни тікелей аудару немесе дайын мамандырылған маман иелерінің жүгінбеу кезінде кететін қателіктер. Қазіргі таңда да көптеп байқауға болады. Өзіміздің қаламызда, осы Шымкент қаласында да көптеген сауда орталықтарының сыртындағы жарнама тақтайшаларына қате кеткен, яғни дұрыс аударылмаған сөздерді үлкен әріптермен жазып қойғанын байқауға болады. Қазіргі таңда елімізде кәсіпкерлік нысандарына ілінген көрнекі ақпараттарды бір ғана мекеме тексереді, ол тілдерді дамыту орталығы. Алайда мекемеге тіл туралы заңды бұзғандарға шара қолдану құзыреті берілмеген. Тіпті қазір бұл мәселені түбегейлі шешуде ешқандай жергілікті атқарушы орган мойнына жауапкершілік алмайды. Өйткені заң бойынша талап бұзғандарға тек ескерту беріліп, түсіндіру жұмыстары ғана жүргізіледі. Осы тұста айту керек, елімізде заң талаптарын бұзған кәсіпкерлерге 2018 жылға дейін айыппұл салынды. Қазір өкінішке орай мұндай шара қолданылмайды. Қорыта айтсақ, тіл мәселесі қай кезде де кезек күттірмеуге тиіс. Себебі мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру, оның аясын кеңейту президент тапсырмасының маңызды бағыты. Асығыстыққа жол бермеуіміз керек. Тіпті көшедегі билбордтар мен министрліктердің атауына қарасақ та жеткілікті. Тіліміз бұрмаланып кетті. Ашығын айту керек. Бұл қазақ тілінің табиғатына жат. Тіпті тілімізді мазақ қылу сияқты көрінеді. Қазақстан Республикасының азаматы ретінде адамдық борышым, тілге құрметім ретінде жарнамада кететін қателіктер үшін кәсіпкерлерге қайта айыппұл салынғанын қалаймын. Яғни тілімізге құрмет көрсете алмаған әрбір кәсіпкер заң алдында жазалануы қажет. Шымкент қаласындағы ономастикалық мәселелерге жауап беретін мекеменің мәдениет басқармасынан білім басқармасына өткені дұрыс деп есептеймін. Мектеп табалдырығы мен жоғарғы оқу орындарында тіл туралы заңды жетік оқытуға арналған сабақтар болуы құптарлық іс. 2024 жылы кәсіпкерлерге жарияланған мораторий аяқталды. Дегенмен мәдениет басқармасына қарасты мекеменің жұмысы мегаполисте байқалмайды. Сондықтан бұл мәселе көпке ұзамай шешілер деген үміттемін. Сіздермен болған Ағарке Құдайбергенқызы.